Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осындай керемет булочкалар жасаймыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге су қажет болады, жылы. Міндетті түрде жылы болу керек. Қантымызды үстінен саламыз. Бұл тесто өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан қантымыз бен суымызды осылай араластырып аламыз. Осының үстінен дрожжымызды саламыз. Және де сүтімізді құямыз жылы. Сосын кейін жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысын бетіне жағып алып қоямыз. Сұйық май құямыз. Барлығын описанияда қалдырамын, қанша граммнан екен. Араластырып аламыз осыны. Оның алдында біз ұнға осылай шым-шым тұз қосып, араластырып аламыз. Осы ұнымызды араластырып болғаннан соң, осылай қолымызбен де, қасықпен де араластыруға болады. Осылай араластырып алып, сұйық массамызды үстінен ұнымызды сеуіп, осылай қамыр илеп аламыз. Осы қамырымызды осындай ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа ғана тындырып қойдым. 15 минут жеткілікті. Себебі қазір тағы да тындырамыз. Бөлген соң осыны осылай дастархан бетіне түсіріп, 50 граммнан 1 келі болсын деп 50 граммнан бөліп алдым. Барлығын осылай бөліп алып, дастархан бетіне орналастырдым. Осы орналастырғаннан кейін пищевой пленкамен бетін немесе орамалмен жауып қойып, 10 минутқа қоямыз. Осылай тағы да дөңгелектеп, сразу пешке салатындай қылып дайындап қойдым. Енді басқа форма жасап көрейін деп тұрмын. Осылай созып, лағманның тестасы ұқсатып, бірақ қатты жұқа қылдырмаймыз. Енді сіздер өз фантазияларыңызға қарайсыздар. Мен осылай созып, одан соң екі ұшын түйістірдім. Бір-біріне қарама қарсы айналдырып, екі жағын осылай түйістіре салдым, бір-біріне біріктіріп. Осылай жасап шықтым мен қалған тестан барлығын. 10 минутқа тағы да қойып қоямыз бетін жауып. Одан соң осылай жұмыртқаның сары уызын жағып шығып, үстіне ақ күнжіт пен қара күнжітті араластырып сеуіп шығамыз. 180 градуста 20 минут пісіп шығады. Осындай керемет булочкалар дайын болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.